Сәлем, бүгін біз сіздермен өте жеңіл дайындалатын булочка дайындайтын боламыз. Ерекше формада, жүрек формасында дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырына жылы суымызға шекерімізді құйып, араластырып аламыз. Шекеріміз ергеннен кейін үйде ашыған немесе тұрып қалған сүт, айран болса, соны қосып, араластырып жібереміз. Жұмыртқа, ешқандай майонез, қаймақ қоспаймыз. Бар жоғы осы құрамдар. Келесі аштығымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Барлығы біркелкі болғаннан кейін ұнымызды салып араластырып, ең бірінші аз-аздан, содан соң қолымыздың көмегімен ашта отырып жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырымызды жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болады. Дайын қамырды шемішкі маймен майлап алып, булочкаларымызды құттай бөліктерге бөлеміз. Содан соң барлығын дөңгелектеп алатын боламыз. Мінекей дөңгелектеп алғаннан кейіндегі кезекте біз булочкаларымызды жүрек формаға енгізетін боламыз. Осы оқтаудың көмегімен екі жағын жайып аламыз да ортасына шемекі май жағатын боламыз. Шемекі май жаққан кезде біздің булочкаларымыздың орташы ашылып, өте керемет болып жүрек булочка шығатын болады. Видеодағыдай осылай рулетик етіп ораймыз. Содан соң үстіңгі жағын сәл асырыңқырап, ортасын тең бөлікке бөлеміз. Осылайша біздің булочкаларымыз өте әдемі жүрек формаға енеді. Мінекей осылайша противенге салып аламыз. Астын майлап жіберіңіз, немесе пергамент қағазын қолданыңыз. Мінекей біздің булочкаларымыз осындай болып шығады. Енді кезекте біздің булочкамызды көтерілуін күтеміз. Ол үшін печкамызды қыздырып, аузын ашып қойып, ішіне булочкамызды салып қоямыз 15 минутқа. 15 минутта біздің булочкамыз осылайша көтеріледі. Көтерілгеннен кейін үстіне жұмыртқамызды жағатын боламыз. Жұмыртқамызды жаққаннан кейін қайтадан печкамызды ысытып, қызғаннан кейін ғана булочкамызды салып, әбден қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей осылайша біздің булочкаларымыз өте керемет болып, жұмсақ болып шығады. Қараңыздар, өте керемет, үріліп, әдемі болып пісіп шығатын болады. Егерде менің видеом сізге ұнаған болса, видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, YouTube арнама тіркеліп, хотя бы лайк басып кетуіңізді сұраймыз. Рахмет көп.